Ассалаумалейкум, Маржан Кеңес каналының көрермендері, отбасыларыңыз, бала шағаларыңыз аман есен ба? Малжан аман есен ба? Мынау бүгін күніміз 20 январь 2026 жыл. Мынау көшеде минусовой, мынау біздің қой қорамыздың іші. Міне қой қора. Енді қойлар тұр, жемдерін жеген. Мынау көрсетейін десем, мынау былай болады. Міне қай жерінен, міне көшеде минусовой. Міне қар тұр, міне сызылып Бұл видео диван үстіне отырып алып білетіндерге емес, білмейтін енді қой бастап жүрген көрермендерге. Жаңа бір көрерменіміз звондап, қырдан әкелген қойларым 2 күнде 3 күнде біреуден өліп жатыр дейді. Сойып көрсем, іші тола су, шөп жоқ дейді. Ішінде шөп жоқ. Судан басқа ештеңе ішпепті дейді. Енді ол қой қораның іші 4 жағы жабық болғаннан кейін, бұл мынау тышқаны бар, сигені бар. Бұл испариться болып көтеріледі. Ан жерге мал жатады үстіне, домалақтың үстіне. Ан жер қызығаннан кейін ол көтеріледі. Жан жақтан шығып кету керек. Ана аммиак ол малды өлтіреді. Мынаның астында да еғімағаннан кейін, мына чат, сет, ан жерде қызыл болады. Қызыл болады, не көтеріледі, аммиак. Аммиак көтеріледі. Тұр! Аммиак көтеріледі жоғарыға. Ол жан жағын қарай шығып кету керек. Мал қораның іші болғаннан кейін, ол жан жағы жабық, 4 жағы жабық. Анау аммиак, газ, малға әсер еткеннен кейін, ол не қылады? Шөп жемейді, келеді, шылқылдап су іше береді. Уланғаннан кейін амал жоқ, тілі жоқ, ол бейшараның айтайын десе. Мінер сасып кетті, мінер ашып кетті, мінер әші болып кетті дейін десе, тіл жоқ. Уланып, өзі адырдан жарым-жартылай өпкемен келген ол. Жарым-жартылай өпкемен келгеннен кейін туберкулез дейміз ба, не дейміз? Өпке ауруларды. Міне, мына арасынан кете береді. Қанерлер бір-екі жерлері бітіп қалған, енді ағаштары ескі, сынғаны бар, басқасы бар. Міне өйстіп. 3 жағы жабық, алды жағы ашық болса, жел былай малға ұрмай-ақ айланып тұрса, ең керемет. Осының өзінде міне сызылып тұр. Испарение болып, мынаяқтан шыққан ыстықтық, басқасы ыстықтық мынаға келіп неғып тұр. Өзінің ыстықтығы, малдың ыстығы да бар, басқасы бар. Мынаяқтан шыққан аммиактың ыстығы бар. Ол тезек қилар қызығаннан кейін. Мына жақтағы қойлар, бақылаушыларды қошқарлар келіп қойғанбыз, ары бері сартылдатып бірін-бірін ұрмас, үркіту үшін. Бұл жақта 4 қошқар бар еді. Онда саудасы шықты. Мына жақта да үшеуден қошқарлар болған. Олардың да саудасы шығып, біреуден кетті. Бет-келбеттері жылтырап тұр өзімен өз. Ол жан жағының қымтап тастаудың общем қажет жоқ. Ол қойларға әшейін 3 жағы жабық болса, алды жағы ашық болса, жемі жақсы болса, тұра береді. Тек қана төбесі жағынан қар өтпесе, су өтпесе, тұра береді. Міне осындай кішігірім бір мәлімет. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеоларда тыныштық амандықта жолыққанша бір лайк қойып кетіңіздер. Басқа да бауырларға жетіп бару үшін.